Бөлшектерді қалай бір-біріне қосуға болатынын қарастырайық. Ол үшін бізге 5-1 және 5-3 бөлшектері берілсін. Және оларды шоколадтың бөліктері ретінде кескіндейік. Енді ол бөліктерді бір шоколадта қосатын болсақ, бізде енді барлық 5 бөліктің ішінен 4-еу таңдалған болып шығады. Демек, 5-1-ге 5-3-ті қоссақ, 5-4 бөлшегі шығады екен. Бұл жерде біз не істедік? Біз екі бөлшектің бөлімдері бірдей болғандықтан, оны сол күйінде бөлім ретінде қалдырдық та 5-ті, ал алымдарын 1 мен 3-ті бір-біріне қосып, шыққан нәтижені бөлшектің алымы ретінде жаздық. Ал егер бөлшектердің бөлімдері тең болмаса ше? Ондай жағдайда нәтиженің бөлімі қандай болады? Бір жауап, екі бөлшектің бөлімін бөліміне, алымын алымына қосамыз деген болуы мүмкін. Алайда ол кезде дұрыс шықпайтынын дөңгелекті пайдаланып көрсетейік. Бізге 4-1 және 3-2 бөлшектері берілсін. Олардың бөлімдері әртүрлі. Демек, сәйкес дөңгелектер де әртүрлі бірдей бөліктерге бөлінеді. Біріншісі 4-ке бөлініп, олардың біреуі көкке боялса, екіншісі 3-ке бөлініп, оның екеуі боялады. Егер олардың сәйкесінше алымы мен бөлімдерін қосатын болсақ, жауап 7-3 болу керек еді. 7-3 бөлшегі суреттегі дөңгелекте сарымен боялып көрсетілген. Енді қосылғыштардағы көкпен боялған бөліктерді бір дөңгелектің бойына жинасақ, сарымен боялған бөлікпен тең болу керек еді. Алайда анимациядан көк бөліктер сарыдан артық болып кеткендігін көреміз. Көкпен сары тең емес, сол себепті алымын алымына, бөлімін бөліміне қосамыз деген тәсіл дұрыс емес екен. Ал енді дұрыс тәсіл қарастырайық. Ол үшін бірінші мысалымыздағыдай етіп, бөлшектеріміздің бөлімдері тең болатындай, яғни ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Сосын олардың алымдарының қосындысын алымына жазамыз. Бөлімдері 4 пен 3-тің ең кіші ортақ еселігі 12. Бірінші бөлшектің бөлімі 12 болатындай етіп түрлендіру үшін, оның алымын да бөлімінде 3-ке көбейтеміз. Шығатын бөлшек 12-ден 3. Екінші бөлшекті бөлімі 12-ге тең болатындай бөлшек қылу үшін, оның алымын да бөлімінде 4-ке көбейтеміз. Сонда 12-ден 8 бөлшегі шығады. Енді алымдар 3 пен 8-ді қосамыз, нәтижесі 12-ден 11 бөлшегі. Видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, каналға жазыл.